Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айғаным Зылпиева. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Подписаться батырмасын басып, видеоның соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Бүгінгі сіздермен талқылайтын есептер 8-ші сынып химия 1-ші тоқсан БЖБ 2-нің жауаптарын сіздермен бөлісетін боламын. Тақырып заттардың формулалары және химиялық реакция теңдеулері. Енді бұл БЖБ бізде 16 балдық. Бірінші тапсырмаға келетін болсақ, химиялық элементтер жалпы молекуланың белгілі бір бөлігін құрайды. Фосфор 5 оксиді құрамындағы оттегінің массалық үлесін анықтаңыздар деген. Ең алдымен фосфор 5 оксиді деген формуласын жазыламыз, яғни PeO5. PeO5-ның мрін тауып аламыз. Фосфор бізде өздеріңіз білетіндей атомдық массасы 31-ге тең, яғни есептің шығару жолын былай жазамыз. Мр PeO5 тең 2 көбейтілген атомдық масса фосфор қосылған 5 көбейтілген атомдық масса оттек көбейтіп шығамыз. Ең алдымен 2-ні 31-ге, 5-ті 16-ға. 16 қайдан шықты десеңіздер, оттектің атомдық массасы. Нәтижесінде 142 шықты. Енді оттектің массалық үлесі бұл жерде, яғни 5-ті біз жалпы мрге бөлеміз. 142 шықты ғой, соған бөлеміз. Яғни 5 көбейтілген 16 дейміз. 16 қайдан шықты десеңіздер, оттектің атомдық массасы 5-16-ға көбейтіп 142-ге бөлген кезде бізде көбейтіп 100%, 56% шығады. Яғни бізде дұрыс варианты Е варианты болып тұр. Жауабы Е варианты. Енді келесі Б тапсырмасында бізде қосылыстардағы элементтердің мөлшерін білу, оларды тиімді қолдану үшін қажет дейді. Заттың құрамындағы натрийдің массалық үлесі 57,5, оттектің массалық үлесі 40%, сутектің массалық үлесі 2,5% көрсетеді. Қосылыстың формуласын анықтаңыз деген. Яғни бізде қандай элементтер екені берілген, сондықтан натрий X, O, Y, H, Z деп белгілеп аламыз. Осыларды белгілеп болғаннан кейін X, Y, Z деп қатынас ретінде жазып аламыз. Енді 57-те 5% натрий бізде, натрийдің атомдық массасы 23, сондықтан оның жаңағы астыңғы бөлігіне біз 23 деп жазамыз. Одан кейін 40-та 16-ға бөлеміз. 16 бізде оттектің массасы болып саналады. Келесі 2-де 5-ті 1-ге қатынасын жазып аламыз. 1 бізде сутектің атомдық массасы болып саналады. HZ болғандықтан 1 деп аламыз. Яғни қатынастар 2-де 5, 2-де 5, 2-де 5 және әрқайсына бөлген кезде 1-1-ден шығады. Яғни ең кіші санда бұл жерде 2,15 шығып тұр. Сондықтан 1 болғандықтан оның астына ешқандай индекс қоймаймыз. Есептің жауабы натрий OH, яғни натрий гидроксиді болады. Енді бізде келесі бізде екінші тапсырма. Екінші тапсырмада бізде бірнеше реакциялар берілген. Сол реакциялардың теңестіру жолдарын сіздермен жазатын боламыз. Теңестіру жолдары 2 натрий қосылған күкірт, натрий 2С, H2CO3 көмір қышқылы, нәтижесінде су және CO2 бөлінеді. Үшінші реакцияда 2 кальцийға оттек қосамыз және 2 кальций оксиді болады. Одан кейін ең соңғы 4-ші реакцияда күміс оксидін ыдыратқанда күміс және оттек бөлінеді. Реакцияны теңестіреміз, күмістің алдына 4 қоямыз, күміс оксидін алдына 2 қоямыз. Осымен реакциямыз бізде теңеседі. Енді біз келесі бізде үшінші тапсырма. Үшінші тапсырмада бізде реакция берілген, яғни метанды жандырған, нәтижесінде CO2 көмір қышқыл газы мен су бөлінген. Реакцияны теңестіруді ұмытпаймыз. Яғни осы реакцияда бізде зат массасы қалай болып тұр, сақтала ма, сақталмай ма, сол сұрақтарға жауап беретін боламыз. Бұлардың реакцияға дейін, реакциядан кейінгі өнімді, яғни реагент пен өнімнің зат массасы сақталып тұр ма, соны байқайтын боламыз. Енді 16, бұл жерде 12-ге 4-ті қосамыз, 16 шығады. 2-ні 32-ге көбейтеміз. Реакциядан кейін 44 қосылған 2 көбейтілген 18 болады.
Енді 16 қосылған 64, яғни 32-ні 2-ге көбейтеміз. Сосын 44 қосылған 72, 80-де 80, яғни екеуі тең болып тұр. Бұл жерде зат массасының сақталу заңы сақталған, себебі реагенттер массаларының қосындысы өнімдер массаларының қосындысына тең болып тұр. Келесі бізде төртінші тапсырма. Төртінші тапсырмада біз белгісіз кестені толтыратын боламыз. Өзі бізде химия реакция типтері 4 типке бөлінеді. Қосылу, айырылу, орын басу, алмасу. Енді біріншісінде бізде қосылу, яғни NO-ны мысал бір реакциядан мысал келтірілген, NO-ға оттек қосқанда NO2 газ шығады, оксид бөлінеді. Яғни бұл қосылу реакциясы. Қосылу реакциясында бір-ақ өнім ғана шығады. Одан кейін айырылу реакциясына бір мысал келтіретін болсақ, кальций карбонаты. Осыны ыдыратамыз. Келесі бізде орын басу реакциясы. Орын басу реакциясына магний мен тұз қышқылының қосындысы, яғни магний хлор және H2 газ бөлінеді. Бірінің орын басып тұр. Келесі алмасуға натрий OH пен H хлорды алатын болсақ, бізде натрий хлор және H2O газ бөлінеді. Мына жерде мен H2O-ны жазбай кеттім, сіздер міндетті түрде жазыңыздар. Келесі 5-ші тапсырмада мысалы ұқсастығы айырмашылығы деген 3 бізде толтыру керек сөйлемдерді аяқтайтын боламыз. Мысалы жану, көміртек жану болады, яғни жануға мысал ретінде көмірдің жануын алсақ болады. Көміртек қосылған оттек нәтижесінде СО2 бөлінеді. Одан кейін баяу тұтығуға темірдің таттануын алсақ болады. Одан кейін бізде ұқсастығына екеуі де оттекпен әрекеттеседі. Екіншісі екі процесте оксид түзіледі. Ал айырмашылығына келетін болсақ, бірінші жану тез жүрсе, яғни баяу тұтығу жай жүреді. Екінші жануда жылу бөлінеді, баяу тұтығу кезінде жылу бөлінбейді. Осымен біздің БЖБ 2-ші тапсырмаларымыз аяқталды. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.